Тарихи деректер бойынша Шыңғыс ханның 7.000-ға жуық әйелі болған. Олардың көпшілігімен ол бір-ақ рет неке түнде кездесті. Бұл саяси мақсатпен оған қыздарын күйеуге берген билеушілермен одақтасу ғұрыптық әрекеттің бір түрі болатын. 4 әйелі оның негізгі әйелі болып саналған. Бөрте, Қолан, Есуй және Есурген. Қоңырат руынан шыққан Бөрте Шыңғыс ханның бәйбішесі, оның арқа сүйері, сенімді серігі. Бөрте өз жұбайының маңдайына біткен жұлдызы. Шығыс әйелі күйеуінің шаруаларына араласпайды деген көзқарас қалыптасқан емес пе? Ал іс жүзінде ше? 12 ғасырда өмір сүрген моңғол әйелдері Шыңғыс ханның замандастары ер адамдармен бірге қолдарына қару, садақ пен жебе алып, атқа мініп мал баққан. Сондықтан Шыңғыс ханның анасы Ойолонның мерген деген лақабатқа ие болғандығы да тегін болмаса керек. Әміршілер көшпенді тайпалардың ежелгі заңдары бойынша бірнеше рет үйленіп, күндерді бас бостандығы жоқ, шапқыншылықтан, жаугершіліктен қолға түскен әйелдерді алған. Әйткенмен Бөртенің орны бөлек. Бөрте Шыңғыс ханның бәйбішесі, ұлы қолбасшы әйел айтқан кеңестерге құлақ түрген. Бұл тарихтан белгілі шындық. Сонымен қоса, билеуші Бөртеден туған 4 ұлын, Жошы, Шағатай, Үгедей, Төлені өз мұрагерлері ретінде таныған. Олардың тікелей ұрпақтары Керей мен Жәнібек хандар Қазақ хандығының негізін қалаған. Парасаттылығы мен ақылдылығының арқасында Шыңғыс ханның бәйбішесі өз дегеніне жетіп отырған. Тарихи дерек көздер бойынша Қоңырат руы көсемінің туған қызы Бөрте Шыңғыс ханға атастырылған. Кейуана тағдырдың жазуымен Темучин әкесінен ерте айырылған. Алайда ер жеткеннен кейін Бөртені іздеп барып алып қайтқан. Шыңғыс хан мен зайыбы қиын қыстау замандарды бастан бірге өткерген. Ет жақындары мен достары билеушіден бас тартқанда, соғыста жеңіске жеткен алғашқы жылдары да Шыңғыстың моңғол ұлысының әміршісі ретінде қалыптастыру кезінде де Бөрте әркез ханның қасынан табылған. Қолан Меркіт тайпасынан шыққан, тарихта сұлу әрі тапқыр, Шыңғыс ханның шынайы сүйген әйел деп саналады. Хорезмді жаулап алғанда әйелдері ішінде Шыңғыс хан мен осы Қолан болған. Қолан әскери жорықтар кезінде Шыңғыс ханның қасынан табылған. Үнді жеріне жорық кезінде қайтыс болды. Оның ұлдары Хулхан мен Харашар Шыңғыс иерархиясында Бөрте ұлдарынан кейінгі екінші орында тұрды. Есуй және Есугей татарлардың Церен әке атты қолбасшының қыздары. Татардың тайпасынан шыққан апалы сіңлілер. Ең алғаш Шыңғыс хан Есугейді әйелдікке алады. Кейін Есугей Шыңғыс ханмен әңгімелесу барысында өзінен сұлу да, ғашықтығы да шебер үлкен апасының тағдырына алаңдайтынын және оның Шыңғыс ханның әйелі болуына әбден лайықты екенін айтады. Әмірші қызды табуды бұйырып, әскері оны тауып әкеледі. Оны көрген хан ғашық болып, екеуіне де үйленеді. Есуй үлгілі жар болғанымен, ұлы хан оның көзінен мұңды, бейғамдықты жиі көреді. Есуған апасының жас татарға ғашық болғанын мойындады. Сондай-ақ Шыңғыс ханды қатыгез қызғаншақ көрсететін дерек бар. Татарларды қырып, жеңіс тойын тойлап отырған кезде Есуйдің бұрынғы жігіті адамдар арасында отырады. Оны байқаған Есуй алаңдай бастайды. Шыңғыс хан сол жігіттің басын сол жерде шауып алған болады. Шыңғыс хан Қытай жеріне жорық кезінде өзіне ондаған әйел алып келгені белгілі. Шыңғыс хан Қытай қыздарының сұлулығына тәнті болған. Қайткенмен моңғол тайпаларында қыздардың келбеті қатты ұқсас. Ал Қытай қыздары нәзік келбетті де өзгеше. Шыңғыс хан өз әйелдерін және тоқалдарын өзінің нояндарына да берген. Сондай әйелдерінің бірі Ибагу.
Ол Керей тайпасының ханы Ван хан бауыры Джаганбоның қызы. Бір кезде Шыңғыс хан қорқынышты түс көреді. Онда өзінің әйелі Ибагуды көреді. Шошынып оянған Шыңғыс хан күзетте тұрған нояны Джурчидейді шақырып, мен саған Ибагуды беремін, ал Ибагуға былай дейді: сен менің әдемі әйелдерімнің бірісің. Бірақ өзінің ержүрек ноянының әйелі бол депті. Сенің әкең Джаганбо сенімен бірге аспазшы Ашек Тимурды және өзінің 200 адамын берген. Сен мәңгіге кетіп барасың, маған естелікке оларды қалдыр деп айтқан. Шыңғыс ханның жақсы көретін істері аңға шығу еді. Сондай-ақ ол шарап ішуді және сұлу қыздарды жақсы көрген. Өз әскері қатарында ішуге салынуды байқаған хан былай деген: егер айына 3 рет шарап ішілсе, ол жақсы. 3 реттен көп, ол жаман. 2 рет одан да жақсы. 1 рет керемет болар. Ал егер мүлдем ішпесек, ол жақсы болар. Бірақ ішпейтін адам болмайды деп күліп айтқан екен. Ұлы хан 1227 жылы қайтыс болған. Қайтыс болу туралы бірнеше дерек бар. Орта Азиялық тарихшылардың айтуы бойынша, Шыңғыс хан аңшылық кезінде аттан құлап, кейін қайтыс болған дейді. Ал кей деректерде оны әкесі сияқты улап өлтірген. Таңғұт мемлекетінде болған кезде ол өзінің қолбасшысынан алған сыйынан уланған. Бірақ Шыңғыс хан өз әскеріне бүкіл Таңғұт адамдарын бірін қалдырмай жойындар деген бұйрық беріп, содан кейін өледі. Тағы бір деректер бойынша, ол Таңғұт мемлекетінің климатының жақпауы